Мұхтар Әуезовтің «Көксерек» повесті өзінің проблемалық өзектілігі жағынан, тақырыптық ерекшелігі тұрғысынан бітімі бөлек шығарма. Әңгіме сол дәуірде үлкен бағыт алған адам табиғат тақырыбына құрыла білген. Бұл расымен де өте қызықты екені белгілі. Хикаяттағы көптеген әдеби әсерлі детальдардың кездесуі кездейсоқтық емес. Қасқырдың өзінше ойлауы, өзіндік менінің болуы да оқырманды шым-шытырық ойға жетелейді. Шығарманың көркемдік деңгейі аса жоғары. Типтік образ жағынан жасау қазақтың қарапайым қойшы баласы Құрмаштың бейнесі үлкен құбылыс десек болады. Адам бөлтірік орта. Бұл үшеуін автор диалектикалық байланыста бейнелеу үшін қажетіне қарай бейнелеу әдісін құбылтып, өзгертіп отырады. Кісі қасында өскен қасқыр күшігінің қалыптасуында қоршаған орта ықпалы бірінші қатарға шығарылады. Бөлтіріктің өсуін бейнелегенде мінез ерекшеліктеріне, сыртқы ықпал әсерінен болған жайттерге назар аударады. Көксеректің үлкен иттерден, қатын-қалаштан көрген жәбір жарасы ішіне шемен болып қатып, жалғыз Құрмаш қамқорлығы жүректегі мұзды жібіте алмаған. Қайта шапқан қасқырлар артынан еріп, көксеректің дөң асуы оның табиғатына шәркес қылық еместі. Адасып қалып, жырылып кетіп, тепкіден бетер еріксіз торына түскен қырдың дүлей перзентінің бостандыққа ұмтылуы, ата-бабалар жатқан ен далаға тартуы, ұяластардың ізденуі жаратылыс заңы еді. Бірақ кәсібі бір болғанымен, өзге ортада өскен көксеректі қасқырлар оп-оңай тобына қосып алмасы түсінікті. 4-ші тармақтың жартысы, 5-ші, 6-ші тармақтар түгелде көксеректің кемеліне келген шағын қанды жорықтарын бейнелейді. Дауылды қара суықта ауылдан құйрық кесіп, мүлде кеткен көксеректің түйсігін жазушы кішкентай детальдар, табаннан өткен аяз, езуді, тұмсық үшін қарыған ызғар арқылы сездіреді. Көп сурет көксеректің көзімен берілген.